Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен Мадина. Бүгін біз сіздермен осындай өте дәмді картоптан тағам дайындайтын боламыз. Егер үйіңізде картоп бар болса, міндетті түрде жасап көріңіз. Өте дәмді болып шығады, балалардың сүйікті тағамы. Оңай дайындалады. Осы және басқа рецептерді жіберіп алмас үшін каналға тіркеліп алыңыз. Ең алдымен картопымызды жуып тазалап аламыз. Мен 5 дана картоп қолдандым орташа көлемде. Жуып тазалап, осындай майда бөліктерге бөліп турап алатын боламыз. Барлығын турап алғаннан соң ыдысымызға салып, осылай бетін пищевой пленкамен жабамыз да микроволновкада максимальный скоростьта 7 минут аралығында пісіреміз. Суға салып қайнатудың қажеті жоқ. Микроволновкада осылай салсаңыз, бірден жұп-жұмсақ болып дайын болып шығады. Мінекей 7 минут уақыт өтті. Тексеріп көрейік пышақтың көмегімен. Біздің картоптарымыз жұп-жұмсақ, толық піскен. Енді барлығын ыстық күйінше езіп дайындап аламыз. Картопты бір шетке қойып қоямыз. Енді табамызды алып, осылай сармаймызды алып ертеміз. Сармайды ертіп болғаннан соң, 2 ас қасықпен өлшеп туралған сарымсақтарымызды салып қуырамыз. Жақсылап сармаймен араластырамыз. Өте иісі де керемет, дәмі де ерекше болып шығады. Осылай қуырып болғаннан соң үстіне 100 мг су құямыз. Қайнағанша ұстаймыз. Осылай араластырып отыруды да ұмытпаңыз. Осылай қайнағаннан соң үстіне ұн саламыз. Жақсылап лопатканың көмегімен біркелкі масса болғанша араластырамыз. Осылай жақсы араластырып болғаннан соң татымына қарай тұз қосамыз. Ол жері видеоға түспей қалыпты. Және де картофельный пюремізді қосып, барлығын біріккенше араластырамыз. Жақсылап барлығын араластырып аламыз ыстық күйінше. Енді жаңағы ыдысымызға қайтадан саламыз. Ортасын ашып шығамыз. Жайып суытамыз. Осылай дайындап алдық. Енді үстінен крахмал қосамыз. Кукурузный крахмал өте жақсы жарайды. Үстінен аскөк немесе көк пиязды қолдансаңыз болады. Қосып, жақсылап араластырып, жұмсақ қамыр илеп аламыз. Біздің қамырымыз дайын. Енді ұн сеуіп, қамырды жаятын боламыз. Алдымен қолмен, одан кейін оқтаудың көмегімен қамырымызды жайып аламыз. Достар, менің арнамнан өте керемет дәмді рецептерді таба аласыз. Сондықтан жіберіп алмас үшін міндетті түрде подписаться етіп алыңыз. Осылай барлығын біркелкі етіп жайып шықтық. Енді осындай дөңгелекше форманың көмегімен барлығын кесіп шығамыз. Барлығын кесіп алдық. Енді ортаңғы бөлігін насадканың көмегімен немесе баклажканың қақпағы да жарайды. Осылай алып шығамыз ортаңғы бөлігін. Барлығын осындай алып, қалған қамырды қайтадан біріктіріп аламыз да қайтадан қамыр жаятын боламыз. Барлық қамырымыз таусылғанша солай қайталай береміз. Уақытта майымызды қыздырып дайындап қоямыз. Барлығын алып дайындап алдық. Қызып тұрған майда екі жағын қызартып, орташа отта, қатты отта пісірмейміз, орташа отта пісіріп алатын боламыз. Осылай ақырын алып, қалыңдығы осындай болады. Енді қызып тұрған майымызға салып пісіріп аламыз. Барлығын салып, екі бетін қызартып пісіреміз. Өте дәмді, сырты қытырлақ болып шығады.
Осылай барлығын қызарғандарын аламыз, барлығын осылай пісіріп алатын боламыз, екі бетін қызартып, қызарғанша. Достар, менің арнамнан неше түрлі дәмді тағамдардың, торттардың және де қысқа сақталатын салаттар мен компот вареньелердің рецепттерін таба аласыз. Видеоның астындағы подписаться кнопкасын басып қойыңыз. Сіздерді өте керемет, жеңіл, оңай, тез дайындалатын рецепттермен қуантатын боламын. Неге картофелдеріміздің барлығын осындай әдемі етіп қуырып алдық. Өте дәмді, иісі де керемет, түрі де тәбет-ашарлықтай болып шықты. Сіздерге де дайындап көруге кеңес беремін. Өте дәмді, сырты қытырлақ, сарымсақ пен картофель әдемі үйлеседі. Міндетті түрде сіздер жасап көріңіз. Видеоны соңына дейін көргеніңізге рахмет. Астарыңыз дәмді болсын. Келесі видеода кездескенше.